Сәлем достар, жаңа жылдық дастарханға арналған ең оңай әрі көп нәрсені қажет етпейтін салат жасайтын боламыз. Бізге керегі піскен тауық еті, оны 4 бұрыштап турап шығамыз. Келесіде қайнатылған жұмыртқамызды 4 бұрыштап турап шығамыз. Тауық еті мен жұмыртқаны турап болдық, енді жүгеріні саламыз. Одан кейін кез келген сырды үккіштен өткізіп аламыз. Сосын майонез бен тұз салып араластырамыз. Біздің салатымыз дайын болды. Мен формасын келтіру үшін осындай кальцоны пайдаландым және ортасына стаканды қойып, осылай орналастырып шықтым. Бетін тегістеп, холодильникке 30 минутқа салып қоямыз. Салатымыз дайын болды, енді оны әсемдеуге кірісеміз. Міне біздің жаңа жылдық мерекелік дастарханға арналған салатымыз дайын болды. Рецепт ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.